Баршаңызға сәлем. Бүгін дүкенде сатылатын ең қымбат шоколадтардан ешқандай айырмашылық жоқ. Өте дәмді, табиғи әрі қышқыл қара шоколадтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге табиғи какао майы және бал керек болады. Негізі шоколад жасау тура суреттегідей 3 стадиядан тұрады. Алдымен кастрөлге су құйып, қайнатып аламыз. Суымыз қайнай бастағанда үстіне ыдысымызды қойып, какао майын және табиғи какаоны балды салып, лопатканың көмегімен ылғи да араластырып тұрамыз. Температурасын өлшеу өте маңызды. Ең жоғары 47-49 градусқа дейін көтереміз. Су моншасынан алып, ары қарай лопатканың көмегімен араластыра береміз. Ішіндегі кесектері ерімесе де маңызды емес. Олар уақыт өте келе өзі ериді. Жақсы дәм беру үшін 1 чай қасық корица қосуға болады. Лопатканың көмегімен үздіксіз араластырып 28 градусқа дейін түсіреміз. 28 градусқа түскеннен кейін қайтадан су моншасына қойып 30 градусқа көтереміз. 30 градусқа жеткеннен кейін бірден шоколадты формаларымызға құямыз. Егер де бұл стадияларды орындамайтын болсаңыз, шоколад қатырғаннан кейін жегенде қолыңызға еріп ыңғайсыз болады. Сонымен қатар үй температурасында ыдыста еріп кететін болады. Сол үшін осылай температурасын тұрақтандыру өте маңызды. Мен үстіне әдемі көріну үшін бадам слайстарын септім. Шоколадымызды тоңазытқышқа әбден қатқанша 6-7 сағатқа қоямыз. Осымен шоколадтарымыз дайын. Ең басты қансыз, бояусыз, табиғи және өте дәмді. Сіздермен болған Марияш. Ұнаса лайк бас, пікір жазып, каналға жазылыңыз.